Сәлем достар, бір тәуліктің ішінде бүкіл әлем бойынша 1,5 миллион авиарейс жасалады. Әр 2-3 секундта бір адам болсын ұшып не қонып жатқанына қарамастан жолаушылардың 80% ұшаққа үрейлене қарайды. Статистикаға сүйенсек, 100 жылдан артық көкте ұшатын әуе көліктерінен 150 мың адам көз жұмды. Ал жол апатынан қайтыс болған адамдардың саны бір айдан аз уақытта бұл санды асып түседі. Иә, дәл солай, әуе көлігі ең қауіпсіз көліктің түрі болып саналады, бірақ еш адам алдында оны не күтіп тұрғанын білмейді. Жол апаты болсын, әуе апаты болсын. Сіздермен бірге Q-Life арнасы. Бүгін әуе апаты кезінде тірі қалудың амалдарын назарларыңызға ұсынамыз. Алып ұшақтарды таңдаңыз. Егер авиалайнерді таңдау мүмкіндігіңіз бар болса, онда алып ұшақтарды таңдаңыз. ақш азаматтық авиация федералды басқармасының зерттеулеріне сүйенсек, үлкен ұшақтар апатқа ұшыраған жағдайда кинетикалық энергияны көп мөлшерде сіңіреді, ал бұл жолаушылардың тірі қалу мүмкіндігін арттырады. Қауіпсіз орындарды таңдаңыз. Апат кезінде бүлінбейтін аймақ қауіпсіз болып саналады. Алайда апат кезінде ұшақтың қай аймағы бүлінбейтін алдын ала болжау қиын. Сондықтан апаттық жағдайда шығар есіктің төңірегінде отырған дұрыс. Гринвич университетінің математикалық модельдеу профессоры Эда Галидің айтуынша, авиапаттарда тірі қалғандардың көбі шығар есікке жақын 5 қатардың бірінде отырған. Бұдан алыс отырғандардың тірі қалуы мүмкіндігі аз болған. Егер орныңыз шығар есіктің төңірегінде болмаса, онда өткелдің жанынан орын таңдаңыз. Сізге дәретханаға бару оңай болады. Сонымен қатар, иллюминатордың жанында отырғандарға қарағанда тірі қалу мүмкіндігіңіз артады. Дұрыс киініңіз. Ұшақтарға жанармай көп құйылады. Сондықтан апат кезінде өрт шығуы мүмкін. Шорты белдемшелерге қарағанда етек, жеңі ұзын киімдер киюге тырысыңыз. Осылайша күйіп қалудың алдын аласыз. Нейлон мен басқа да синтетикалық материалдардан тігілген киімдер тез тұтынады. Сондықтан ұшаққа табиғи материалдардан, мақта-мата, жүннен тоқылған және тағы да басқа киімдерді киюге тырысыңыз. Сонымен қатар аяққа ыңғайлы тұратын аяқ киімдерді таңдаңыз. Егер жүгіру қажет болса, биік өкшелі туфлимен жүгіре алмайтыныңызды ескеріңіз. Бортта болған кезде қауіпсіздік ережесін сақтаңыз. Ұшақпен жиі ұшатын адамдар апат кезінде не істеу керектігін білмейтін болып шыққан. Қауіпсіздік ережелеріне шығу есіктері көрсетілген схема бар. Оны да алдын ала біліп және жақын жердегі шығу есігі құлыпталған жағдайда басқа есіктерге қалай жетуге болатынын ойластырып алған жөн. Қауіпсіздік ережелерін оқи отырып, апат кезінде шығатын жолыңызды ойша тұжырымдап алыңыз. Ұшқаннан кейінгі 3 минут және қоңар алдындағы 8 минут. Статистика бойынша авиа апаттарының 80% осы ұшу мен қону кезіндегі 11 минутта болады екен. Осы уақытта ұйықтамауға тырысыңыз және бортқа ішімдік ішіп кірмеңіз. Бұл екеуі де зейін қоюды төмендетіп, әрекет етуге кедергі келтіреді. Дұрыс отырыңыз. Апаттық жағдайда қону кезінде қалай отырғандығыңыз қонғанда артық жарақат алу немесе алмауыңызға әсер етеді. Егер сіздің алдында орындық болса, оны қолыңызбен қапсырақ құшақтап, арқасына басыңызбен жабысып алыңыз. Егер алдыңызда орындық жоқ болса, немесе алыста болса, еңкейіп басыңызды тізеңізге қойып, қолыңызбен жауып алыңыз. Міндетті түрде сабыр сақтаңыз. Бұл оңай болмаса да байбаламға салынбаңыз. Көп нәрсе өзіңізге байланысты. Апат кезінде ұшқышпен байланыс үзілуі мүмкін, ал стюардессалар өз қамымен жүгіруі мүмкін. Мұндай жағдайда бәрін өз қолыңызға алып, тез әрекет етіңіз. Суға қону кезінде суға батырмайтын жилетті алдын ала киіп алу ұсынылады. Алайда мұны ұшақтан шыққанша кимеген дұрыс. Алдын ала ауа толтырылған жилет салонда еркін жүруіңізге кедергі келтіреді. Жүгіңізді емес, өміріңізді құтқарыңыз. Сөрелерден жүк аламын деп жүріп, өміріңіз үшін маңызды бірнеше секундты жоғалтып аласыз. Сонымен қатар, өзге жолаушылардың уақытын аласыз. Қонғаннан кейін қашыңыз. Өртенген ұшақ жерге кеп тірелгенде, оның жарылуына 90 секундтай уақыт қажет болады. Қауіпсіз қашықтық ол апат болған жерден 150 метр қашықтық. Осы кезде аяқ киіміңіздің ыңғайлы болуы өте маңызды. Алайда, ұшақтан тым алыс кетіп қалмаңыз. Құтқарушыларды байқамай қалуыңыз мүмкін. Міне достар, біз бүгін сіздерге әуе апатында қалай тірі қалуға болатынын айтып кеттік. Осы келтірілген сақтану ережелерін ұмытпаңыз. Ал біз болсақ, сіздерге бұл ережелер өмірде ешқашан қажет болмайтынына сенеміз. Әрдайым аман болыңыз. Сіздермен болған Q-Life арнасы. Видеоға лайк басып, арнамызға жазылуға ұмытпаңыз. Және мына жердегі қоңыраушаны бассаңыз, біздің видеоларымызды әрдайым ең бірінші болып көретін боласыз. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше.